Бүгін біз термомикс көмегімен балалардың сүйікті тәттісі M&M's печеньесін дайындайтын боламыз. Бұл өте оңай, жылдам және де дәмді рецепті. Алдымен термомикс чашысына сары май саламыз. Бірдей мөлшерде қоңыр қант, ақ қант, жұмыртқа, ванилин қосып, 1 минут 3-ші жылдамдықта араластырамыз. Ендігі кезекте ұн, тұз, қопсытқыш қосып, 40 секунд 4-ші жылдамдықта айналдырамыз. Қамырымыз дайын болды. Шариктер жасап, пергамент қағазы төселген табаға қоямыз. Әр печеньені домалақтап, бірдей форма береміз. Және де сәл басыңқырап, M&M'стерді қойып шығамыз. Печеньені алдын ала қыздырылған пешке 180 градусқа 12-15 минутқа пісіреміз. Піскеннен кейін оларды 5 минут салқындатып аламыз. Міне біздің печенье дайын, іші жұмсақ, сырты сәл қытырлақ. Бұл рецепті міндетті түрде жасап көріңіз. Термомикс көмегімен пісіру нағыз рахат. Егер ұнаса, лайк басып біздің арнаға жазылыңыз. Жаңа рецепттерде кездескенше.